Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын, тез дайындалатын түрлі түсті шариктер дайындаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керек заттар 2 банан және печенье қажет. Бананның жақсы піскен сары түрін аламыз. Оны осылай қарапайым шанышқымен еземіз. Мінекей, бананнан жасалған пюреміз дайын. Печеньені осылай пакетке салып, еземіз. Видеодағыдай пакеттің аузын жауып, қарапайым оқтаумен осылай басып ұнтақтаймыз. Печенье қай түрін қолдансаңыздар да жарай береді. Өзіңізге ұнаған дәмін, ұнаған түрін қолдансаңыздар болады. Мінекей, бізде дайын. Қалған бөліктерін аз қасықпен осылай езіп жіберсеңіздер болады. Дайын болған ұнтақты пюреміздің үстіне салып, араластырамыз. Мінекей, біздің массамыз дайын. Менде күнжіт, какао және кокос жаңғағы 2 түрлі және түрлі түсті жүрекшелер. Бір шай қасық алып, видеодағыдай домалақтаймыз. Осылай какаоға аунатып дайындаймыз. Өте тез әрі оңай дайындалады. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер. Қараңыздаршы, мінекей, қандай керемет болып шықты. Өте дәмді. Міндетті түрде үй жағдайында дайындап көріңіздер. Жақындарыңызға, әсіресе балаларыңызға қатты ұнайды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.